Соңғы жылдары Қазақстанда бүкіл әлем секілді нашақорлықтың жаңа толқынына тап болды. Егер бұрын қауіп дәстүрлі есірткілерден героин, опиум, марихуана сияқты заттардан төнсе, бүгінде бірінші орынға синтетикалық есірткілер шықты. Олар арзан, қолжетімді және интернет арқылы жасырын таралады. Бар болғаны бірнеше рет батырманы басу жеткілікті. Өлімге әкелетін зат жасөспірімнің қолына түсе алады. Ең үлкен қауіп олардың құрамының үнемі өзгеріп тұратындығында. Кеше жеңіл психоактивті қоспа деп саналса, ертең сал ауруына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Синтетикалық есірткі бұл ешкімге, тіпті сатушыларға да белгісіз химиялық қоспа. Әрбір жаңа партия адамның өз өмірін қатерге тігетін тәжірибе. Мұның салдары елестер, психоздар, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, ауыр улану. Кейде бір реттік қолданудың өзі миды қайтымсыз зақымдайды. Сол себепті бүгін синтетикалық есірткілер жастар үшін ең үлкен қауіптің бірі. Есірткі деген аты бардың барлық қауіпті. Бұның біріншіден мынау адамның сана сезімін улайды, яғни психологиялық тәуелділік пайда болады. Бұл психологиялық тәуелділік дегенде ол үнемі сол туралы ойлап отыр. Ал егер ол әрі қарай қолдана беретін болса, ол кезде мынау организмнің ішкі ағзалары тәуелді болады. Шөп түрі болсын, синтетикалық түрі болсын, бұның барлығы организмге қауіпті. Балдар еліктейді. Өзінің жасынан үлкен, өзінен үлкен балдармен араласады. Соның негізінде мынандай есірткі тарататындар, олар көбінесе осындай балдарды көндіруге тырысады. Бірінші екі несін тегін береді, дозасын. Сөйтіп барып оның дәмін көрсетеді. Содан кейін барып оған сата бастайды деген сияқты. Бұлар енді көбінесе еліктейді ғой. Анау жарнамасы да жақсы болады. Мысалы, біреу келетті класста біреу көрсе, ол басқаларға жарнама жасаған кезде, ал басқа адам балдарында қызығуын туындыруы мүмкін. Сондықтан көбінесе мынау балдары көбінесе қызығушылықтан есейгенін көрсету үшін, өзінің жаңағы лидер екенін көрсету үшін, қоршаған ортаны өзі қабылдағысы келеді, өзі көргісі келеді деген сияқты да. Сондықтан бұл толық қалыптаспағандықтан жаңағындай көргеніне жаңа тәуелділікке бірден тәуелдік пайда болуы мүмкін. Неліктен жасөспірімдер алғашқы қадамға барады? Көбінесе қызығушылықтан емес, ішкі ауырсынудан, стресс, жалғыздық, мазасыздықтан күрескісі келіп, олар шығу жолын іздейді. Кейде бұл өзіне немесе өзгелерге мен ересекпін деп дәлелдеу талпынысы. Кейде өзгелерден қалмау қорқынышы. Әлеуметтік желілерде бәрі байқап көреді. Бұл сәнді, қауіпсіз, қызық деген жалған иллюзия қалыптасады. Бірақ шындық біреу, ешбір есірткі зиянсыз болмайды. Ми қызметіне әсер ететін кез келген зат оны бұзады. Ал адам неғұрлым жас болса, тәуелділік соғұрлым тез қалыптасады және одан арылуда соғұрлым қиынға соғады. Бірақ мәселе тәуелді. Түсінесіз бе? Ал енді айырылу, жазылмау, ол біріншіден мынау келіп отқан науқас адамның өзіне байланысты. Енді қазір шын мәнісінде ол ниеттеніп келген, емделген адамдар да бар да. Мысалы, қазір 7 жыл, 8 жыл, 9 жыл қолданбай жүрген адамдар бар. Мысалы, ал көбісі бұл жерге туған туысқандарын, ата-анасын, солар тыныш болсын, солардың айтқанын істей салайын деп келеді де көбінесе. Сосын емделіп шыққаннан кейін қайттан сол ортаға түседі. Түсінесіз бе? Сондықтан ғой бұл жерде емнің нәтижесі болмайды. Бұл жерде емделгеннен кейін ата-анасы да шамалы оны бұрынғы ортаға түсірмеу жағдайын жасауымыз керек қой. Түсінесіз бе? Сонда бұл жерде дәрігерлер, қоршаған ортасы, достары, жанұясы барлығымыз бірігіп сол нәрсемен күресуіміз керек қой. Баланы қайттан сол ортаға жібермеуіміз керек қой. Тәуелділіктің алдын алуға болады, егер жанында бейжай қарамайтын адамдар болса. Ата-аналар алғашқы болып өзгерісті байқай алатындар. Егер жасөспірім ашушаң болып тұйықталса, оқу үлгерімі төмендеп, қарым-қатынастан қашса, бұл дабыл белгісі. Ең бастысы айыптамау, тыңдай білу. Допрос емес, әңгіме қажет. Кейде жай ғана сенімді әңгіме өмірді сақтап қалады. Жасөспірімдер мінсіз ата-аналарды күтпейді, олар түсіністік күтеді. Балдарға үнемі көңіл бөліп отыруымыз керек. Мынау баланың мінез құлқының өзгеруіне, сосын сонымен қатар мынау үнемі салмақ азайтқанына, сосын бар мына интернетте қандай адамдармен отқанына, достарының кім екенін, соның барлығына біз аса маңызды көңіл бөлуіміз керек. Түсініп отырсыз ба? Енді бұлар қолдана бастаған кезде көбінесе мынау момын айтқан істейтін балдар көбінесе күрт өзгеріп кетеді. Мынау үйге келу, кешігіп келуі,
сонымен қатар бір күдікті адамдар пайда болады қасында, достары, танымайтын адамдар пайда болады да қасында. Сонымен қатар бара-бара бұл үйден ақша жоғала бастайды. Бұл балдардың мінез құлқы өзгеріп кетеді. Міне осындай белгілерге маңызды көңіл бөлуіміз керек. Егер осындай бір өзгерістер болса, міндетті түрде мамандарға алып келіп кеңес алып тұру керек та. Үлкен жауапкершілік мектептерге, колледждерге, жоғары оқу орындарына да жүктеледі. Мұнда алдын алу туралы ашық, шынайы, қорықпай айту қажет. Интернетте де денсаулық, жауапкершілік, таңдау туралы көбірек айту қажет. Өз тәжірибесін бөлісетін қатарластарын оқытатын жастардың жобалары кез келген дәрістен тиімді. Қазіргі бастамалар ойындар, сторителлинг, онлайн қолдау чаттары басты ойды жеткізеді. Есірткі қолдану еркіндік емес, өз еркіңнен айырылу. Өмір бұл таңдау. Әр күн күшті, ақылды, еркін болуға мүмкіндік. Еркіндік таблеткада да, ұнтақта да емес. Еркіндік қирататын нәрсеге жоқ деп айта білу. Бұл қысымға, қорқынышқа және азғыруға қарамастан өзің болып қала білу күші. Ал бұл күш әрқайсымыздың ішімізде бар. Бұл жерде толық жазылып кетуі мүмкін, ол егер адамның өзіне байланысты. Түсініп отырсыз ба? Мен айтып отырмын қазір 9 жылдан, одан да көп жыл қолданбай жүрген адамдар бар. Осыны қойып, керісінше өздері сондай адамдарға көмектесіп жүрген адамдар бар, мысалы біздің тәжірибемізде. Сондықтан емнің нәтижесі жақсы болады, егер келген адамның өзі соған ниеттен, біз дәрігерлермен бірге күресіп не қылатын болса, ол емнің нәтижесі жақсы болады. Егер сен қиындыққа тап болсаң, үнсіз қалма, көмек бар. 150 сенім телефонына қоңырау шал, тәулік бойы анонимді түрде. Психикалық денсаулық орталығына бар, немесе онлайн қолдау чатына жаз. Жалғыз қалма, есірткі өмірді бұзады, бірақ өмір сүру таңдауын жасау әрқашан өз қолында.